Ағайындар, телефон қосылмай, жаңа 10 минутта асып кетті ғой, көрдіңіз ба? Бірақ мен бағанағы әңгімені айтайын дегенім, бір молда үшін емес. Мына видео ғой. Осы видео ғой. Ассалаумағалейкум, бір ағайыным. Ағайындар, тамақ жеп отырып. Осы видео ғой. Енді айтайын дегенім бағанағы. Мына жұмысқа кіре алмай жүрік қой да. Біз емес, мұғалімдер емес, врачтар емес, разнорабочий, биржа, жұмыспен қамту орталығы, биржа бағана. Сонда бір пенсияға шықсам, өтірік емес бұл, бәріңізге керек бұл. Группаларға жібердім, қазір бәрі тыңдап жатқан бар, қарап жатқан бар. Бірақ бұл бәрі айтылатын нәрсе ағайындар. Биржада қараушылық болдым мен да, мысалы, атын айтпай қойын. Бір жігіт шақырды мен қараушылыққа, орнына. Сол кезде мен ойландым, бәрін осы билік екен ғой істеп жүрген. Саясат. Неге, мен сұрақ, неге жеңіл жүрістілерді кім ойлап тапты? Тап осыған жауап беріңізші маған. Facebook, Instagram, YouTube достарым, жеңіл жүрістілерді кім тапты? Әрбір ұлттан, әрбір жерден делегация келеді, бастықтар келеді, анау келеді, мынау келеді. Ислам діні болмай тұрғанда да, ислам мемлекетіне емес. Былай болғанда да бәрі бастық келеді, қыдыртады, бүйтеді, сөйтеді. Естіп жатасың ғой? Орыс киноларға қарасам, көбіне сол. Қазақ киноларын білмеймін мен қазір. Қазақ кинолары тіпті мәні жоқ болып кетті ғой. Шәкен Айманов атындағы киностудия, Көксерек, менің атым Қожа, Бердібек Соқпақбаевтың кинолары, Шәкен Айманов. Сол кезде мен есіме қалғаны. Бірақ бір жаман ойнасы жайлы бір кино болды. Жыным кетті оған бір киноға. Салтанат деген қыз болады. Айгүл Иманбай ойнай ма, білмеймін ал. Енді айтайын дегенім, сол охрана болып мен 63-ке толсам, мен неге істей бермеймін? 61-ге дейін, 63, 64-ке дейін, 65-ке дейін сразу шығарып жібереді. Ал сіздер неге мектептегі адамдарды шығармай жатсыздар? Биліктегілер, неге ауруханада жүрген адамдар неге шығармай жатсыздар? Білікті маман жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Ол шел, ол өтірік. Жаңа молдаға да қатысты ма? Бәлен жасқа келді, шақырып. Ол маған айтты, мен өліп батқан ештемем жоқ дейді ақшаға. Маған айтады, бір сүрені қайталай бересің дейді. Фатиханы оқимын, Ықыласты оқимын, Насты оқимын. Бір сүре емес ол, 3 сүре. 3 сүрені 6 рет оқуға болады. Фатихасы бөлек қой. Аузу биллахи мина шайтани ражим деп басталады да. Ал бұл сүрелер Хулияй уақал кафирун или Құлағузу бирабиннас. Басқа сүрелер олар. Уже бағана уақит деген адам үлкейді, есейді. Анамды айтып отырмын ғой сізге, бүткіл әлемге айтып отырмын ғой. Анамды құттай әлпештеп бала сияқты шайын беріп, тамағын пісіреді, бірақ шай бергенде алдаймын. Бүгін шақыртты, кітапхана бір жерге шақыртты. Мен бара алмадым, бірдеңе істеп жатырдым. Просто киім ауырды, шешіну керекпін, қайтып. Апарғанда мені кіргізе ме деген ой ғой. Мен де сосын туысқандар, туыстар қонаққа шақырғанда маман шақырады. Мен шақырмайды. Мен бірақ ілесіп баруға тура келеді. Сонда да ойлаймын, мені шақырған жоқ қой деп ойлаймын да. Кезінде шақырмай, бара алмай қалдық. Мына Ақтауда жиендерім бар, Ақтауда туысқандарым бар, немере ағаларым бар. Біреуіне барған жоқ ма? Ағам қайтты. Жеңешемін дәл танымаймын былай қарағанда. Өлерге шама қалғанда маған келіп қыдырып кетті. Ауылға үйге келіп қонақ болып кетті. Мысалы, оны айтып отқан себебім, Раманбайды жағы жоқ сырын бетте жағы жоқ дейді. Қаменова деген бар депутаттарда. Мен сол адамды неге жақсы көргенмін, құрдасым болғасын. Назарбаевтың қасында болғанда. Шаталды деді, ақша жеді деді, мысалы. Тағы біреу болды бізде мына.
поликлиникада емханада ақша жетті деп сотап кетті ма бірдеңе болып кетті. Гүлсара деген қанымыз. Ол да мені қолдаған жоқ. Неде отырғанда фейсбукта отырады, неде отырады, қолдаған жоқ. Былай да просто сотап кетті. Қылмысты болды әйтеуір. Енді мұғалімдерден қалды да. Енді абай мектебі міне дым айтып отырмын ғой. Дым мен абай мектебі өзімнің оқыған мектебімді жамандамаймын ғой. Администраторын айтпай отырсыңдар. Элементарно мына қазақстанда маған менен бірдеңе сұрайсыңдар. Біреуің балық сұрайсыңдар, біреуің туалет сұрайсыңдар, біреуің қарызға стол сұрайсыңдар, біреу жер стол сұрайсыңдар. Мен қарызға кім берген, кімге бермеген бәрін білемін былай қарағанда. Енді сіздер соны маған даже айтпай отырсыздар да. Администратор абай мектебінде бәлен адам істейді ғой мұнда. Ана кітапхана бүгін шақырды, мамамды сау болсын, рахмет. Маған айтып отқан. Мамам барды келгенде өлуге қалдым дейді. Жүрегі соғып әрең келді. 80-ге келді, 80-нен асты ғой. Ана уақыт емес қой, 85-тегі пенсиясын ала тұрса да өлімге таңертең 8-де барады. 3-ге дейін отырып тұр. Мысалы. Мен анам ауырады. Барма десе тағы болмайды. Енді білмеймін ал енді оларға қалай айтатынымды. Шақырды сау болсын. Бірақ шақырғанда машина жіберіп шақырта ма, олай да тағы болмайды сияқты да. Білмеймін, мамам бара алмайды енді. Енді шақырса бара алмайды сияқты мамам. Оны қалай айтатынын білмей тұрмын. Сола. Аяққа бұйырмаңыз да. Жамандауда тұрған ішім жоқ. 70-80% уақит аққан қолдамайды, біліп отырмын мен. Жұмыстастары автовазда істеген біреулер, мынау Секбай Жип сияқты. Әкімнің артынан жүгіріп жүргендер, сондайлар болмаса. Секбай Жипті де қолдамаймын мен. Белсенді, бірақ екі сөйлейді. Білдім мен екі сөйлейтінін. Сапоның әкімді әкім етіп қойды, ұры әкімді әкім етіп қойды. Ұрма не, ұрлады ма бірден ұрлады ғой Россияда. Бұл кезде алыпты деді, алыптадым. Рахмет айтты, әме ода емес. Тағы бірдемелер айтқан, алдап кетті мен. Отысқа апарам деп. Көрдіңіздер ма? Алдама өрікті адамда, бәрі бар ғой. Запись қалады, не қалады. Мен 33 мен кірдім ғой бағана. Екінші де сол көрдіңдер ма ағайда? Болды, все, шайым соғып кетті. Айтайын дегенім сол. Болды, екі текст, 10 минуттан таратам. Халық өздері шешеді. Бірақ бұл жиналыс. Бір жинасқа да бармаймын. Білмей істемейді, бағана айттық қой. Мен застрахованы. Байқамай бір соғып ұрып қала ма, мысалы, сотап кетем ба? Құдай білсін. Сосын айтып отқаным ағайындар. Соттан кездесейік деп айтпайды. Соттан кездеспейік әйтеуір. Мешіттен кездесетін ағайын байық мешіттен. Ағайындар. Айттым ғой, мамамсыз бара алмаймын ешқайға. Мамам айтқан қыдырып келейік деп. Қыдырмайды, ақшасын жинап отырмын. Бір майонез де алмаймын ақшасына, мысалы, былай қарағанда. Түнде ақшаны бер деп, мысалы. Білмейді ғой енді, ақша түспепті. Анада. Мен басаққа келмеймін, вообще бермеймін. Көзіңізде ма? WhatsApp ақшасын көрсеттім. Деді. Бетінен сүйді. Сол сияқты пенсиядағы адамдарды шығару керек бәрі. Қысқаша видео салам, соны таратып жібересіздер. Амантта еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Айту оңай. Коля Алексеевич, Атырау Құрманғазы ауданы. Зейнеткерде жүргендер өздері әрең сүйретіліп, мамамнан жаңа көрдім ғой. Кітапханаға барып келді, шақыртты. Балғаным апайыма үлкендер бір. Әрең келді. Құрсын ағайындар үлкен кісілер шақырып, или көлік жібересіздер ма? Білмеймін күтті. Акимат емес ғой. Осында акимат қатысы жоқ әйтеуір. Әрең келді, жүрегі соғып. Барып, таксиге мінгізіп жіберейін ба деп айттым. Жоқ. Келгенде де айттым, такси жіберейін ба деп. Телефонда бір
ана телефон сонікі ғой, мына өзім мына телефон сонікі ғой, маманікі ғой. Қолдыра алмайды, қарашы. Тұр мына қосылмайды, тұр. Өтірік емес, мына нанбасаңыздар, нан ұстап айтайын, алла деп айтайын. Вообще бір телефон қоспаймын, WhatsApp ұшып тұрмайды. Еліміз аман, жұртымыз аман болайық.